Жасанды интеллект адам интеллектісінің мүмкіндігін жете бермейтін мәселелерді шешетін жаңашыл технология. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Жаңақорған ауданы 289 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Осенова Гүлнұр Әсілбекқызы. Ендеше өзімнің оқу үдерісінде пайдаланатын бірнеше бағдарламалармен таныстырғым келіп отыр. Сіздермен жасанды интеллект мүмкіндіктерін оқу үдерісінде пайдалану тиімділігіне қысқаша шолу жасағым келеді. 21 ғасыр жаңа технологиялар заманы. Ендеше жаңа заманда жаңашыл бағдарламаларды пайдаланып, жаңашыл педагог болуға ұмтылайық. Бүгінгі дамыған ақпараттық заманда оқушыларға жаңашыл да, талапшыл ұстаздар қажет. Өз мамандығыма түскен сәттен бастап, ертеңгі күні талантты да, белсенді оқушыларды тәрбиелеу үшін өзімнің бойымда сол қабілеттерді меңгеруге жұмыс жасадым. Осы мақсатта болашақ мамандығыма оқып жүрген сәттен бастап түрлі конкурстарға қатысып бақ сынадым. Қазіргі таңда өз білім алушыларымның бойындағы креативті ойлау, бәсекеге қабілеттілік, жан-жақтылық сияқты дағдыларын дамыту мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырып тұрамын. Өмірлік ұстанымым: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Алға қойған басты мақсатым тіл мәртебесін көтеру, білімді ұрпақ тәрбиелеу, ел болашағына өз үлесімді қосу. 21 ғасыр технология мен дамыған ақпарат заманы. Заман талабына сай, альфа ұрпақтарының қажеттілігін қанағаттандыра отырып, қызығушылықтарын арттырып, сабақ өту өте маңызды. Сол мақсатты негізге ала отырып, өз сабағымды тиімді де қызықты өткізу үшін Lumio, Padlet, Plickers, WebAsk, Suno-i, iComic Factory, Object Viewer платформаларын қолданып жүрмін. Бұл платформаларды қолдану сабақты қызықты өткізуге, әрі мақсатқа тиімді жетуге мүмкіндік береді. Заманауи технологияларды қолдану балалардың бойында зерттеушілік, ізденімпаздық қабілеттерін шыңдайды. Заманауи мұғалім жан-жақты балалардың қалаулары мен қажеттіліктерін қамтамасыз ететін кәсіби маман болуы шарт. Бүгінгі күні өзім сабақ беріп жүрген оқушылардың келешекте үлкен шыңдарды бағындырарына сенемін.